Осыны айтсаң сен жаусың оларға. Сөйтеді ғой, иә. Қаңтардағы көтеріліс көргеннен кейін қаншама менің таныстарым атеист болып кетті. Жалпы сіз кімсіз? Қолтаңбасы қалыптаспаған суретшімін. Әр рудың өзіне тиесілі ертоқымы бар. Мысалы Тасмағамбетов жинайды, өзінің коллекциясы бар. Ұлттың қаржысын ұлтқа керек жоқ дүниелерге салады да. Мемлекетте ұлт деп жұмыс істейтін адамдар бар, содан ұлтқа қарсы жұмыс істейтін адамдар бар да. Негізі сол Шыңғыс заманынан қалған таза мемлекет болып тұрған, мысалы Қазақстан болып тұр. Білім жүйесіне ешкім сенбейді, өздері де сеніп жатқан жоқ қой. Бірақ университеттерің оңбаған деп айтты маған. Америкаға барған сөйтіп тура сондай сөзді естідім мен. Дінге бөлді. Әйтеуір қазақтың басын біріктірмеудің амалын жасады ғой. Жалпы біз қазақ өзі табиғаттан да алыстап қалдық. Субсидия беріледі, бірақ ол шаруаға жетпейді. Қара енді осыны істеп отқан кім? Сен өзің қазағың мысалы. Неге бұлар бір жерге барса міндетті түрде жеуді ойлайды екен деп ше? Қытайдан келген қазақтар тез көтеріп кетеді, Моңғолиядан келгендер тез көтеріп кетеді да. Жаны аш олардың, жан дүниесі аш. Оларға мысалға бір квартирасы болса жетпейді, оларға бір үй болса жетпейді. Өзбекстанда да еврей болды, мысалға бухарский еврейлер дейді. Егер кеңес өкіметі болмаған кезде Палестина деген мемлекет болмайтын еді. Еврейлер екінші қонысы, екінші бір жер ретінде Украинды пайдаланғалы жатыр деген сыбыс бар. Діннің қай саласына кірсең де соңына келген кезде Американың идеологиясына жұмыс істейсің сен. Бірақ соның өзінде сен кімсің Ердоғанға тіл тигізетін деп. Мына араб мемлекеттерінің бәрі арабтың бауырлары деген өтірік нәрсе. Яғни сіз қажылыққа барған ақшалар сол жаққа кетіп жатыр дегіңіз келе ме? Қытайдың ол кіру саясаты бір-ақ жолмен кіреді. Қай мемлекетке кірсе де бір-ақ жолмен кіреді ол. Сауда жолымен кіреді. Сүйенетін ешкім жоқ. Қазақстанның қазақ ұлтынан басқа ештеңем жоқ. Адамдардың әртүрлі ағымға кеткені Назарбаевтың системасына тиімді болды. Бизнеспен білім бәйгесінде қазаққа қажет қосымша жасадық. Әртүрлі әлеуметтік желілерді оңай меңгеріп, молырақ пайда табу. Сонымен қатар Қазақстанның мақтанышы болған Каспийде кәсіп ашудың да жолын түсіндіретін ерекше экспертпен сабақ түсіріп қойдық. Және қазіргі таңда өте өзекті болып жатқан жасанды интеллект, әсіресе ChatGPT-ді кәсіби деңгейде жоғары пайдаланатындай оның да курсын істедік. Барлығы 100 сабақтан құралған осы қосымшадағы курстардың бағасы 5 мың теңге. Толығырақ ақпарат алу үшін мына номерге хабарласыңыз, Play Market'тен немесе App Store'дан жүктеп алыңыз. Ассалаумағалейкум армысыздар, қадірлі қажет жандар. Бүгін кезекте қажет подкаст. Бүгін бізде қонақта Алмас мырза, қош келіпсіз. Енді Алмас мырза, мынау адам жайлы басқалардың берген атағымен, абыройымен немесе марапаттарымен көбіне таныстырып жатады ғой. Оған қарағанда біздің қажет аудиториямызға адам өзін сыйлайтын адам өз жайлы әлдеқайда анық және нақты өзін таниды ғой. Жалпы сіз кімсіз? Мен өзімді мойындауымда мен суретшімін. Мен әлі тіпті қолтаңбасы қалыптаспаған суретшімін. Неге десеңіз, мен әлі жұртқа өзімнің ойымда жүрген дүниелерді әлі сұнған жоқ. Мен енді сурет шебер ретінде таниды. Музыкалық аспап жасаймын, зергерлік бұйымдар жасаймын. Қазақстан шеберлер одағында мүшемін. Қазақстан суретшілер одағында мүшемін. Бүкіл халықаралық көптеген конкурстарға қатысқам, жеңгеміз де қанша медальдар, марапаттар алдық. Енді өзімнің жасыма лайықты деп қатысу керек деген дүниенің бәрін біреуін жібермей қатысқам. Өйткені мен ішімде жаңағы бір шығармашылық потенциалымды ашу үшін мүмкіндігінше жаңағы ұстаздардың айтқан ақылын бәрін кезінде тыңдап, жастайымнан сондай қатыстық. Енді мемлекеттік марапаттар да бар алған, бірақ оның бәрі енді мен үшін жай бір тарихи хронологиялық дүние. Ал енді өзімді суретші деп танимын. Бос уақытым болса, бірдеңке түрткі болса, өлең жазамын. Енді жалпы балалар тәрбиесіне әсер ететін шығар болашақта деп тарихи тақырыптарда балалар шығармашылығына, балалар әдебиетіне шығармалар жазамын. Бірақ оны әлі еш жарияланбаған. Ол уақыт келеді, сол уақытта шығады. Көзіміз көрер, сіздер де көрерсіздер оны. Негізгі мен мойындауымда суретшімін мен. Онан кейін тарихи этнографиялық дүниелер жинаймын. Қазақтың ұлттық қару-жарақтарын ескі, сақ заманындағы, одан бері қарайғы ғұндардың кезіндегі, түркілер заманындағы, онан кейін мына өзіміздің 17-18 ғасырда батырларымыз ұстаған дүниелерді, сонан кейін ертоқым жинаймын. Коллекциямда бір 60-қа жуық, 60-тан аса ертоқым бар. Қазақтың әр өңірінен жиналған әр руға тиесілі. Міне осындай менде қысқаша ақпарат.
талантты адам барлық салада талантты дейді ғой, сол сияқты мынау бірдеңе істесем ұлтқа пайдам тисе деген сияқты өзінің ішінен бір үлкен бір жанып тұрған шырағы шоғы бар адамдар өзі әр саладан жақсы нәтижелер көрсетеді екен ғой. Соны байқап отқан сияқтымын бойыңыздан. Алла қаласа енді абай айтпақшы, өз сөзім өзіміздікі деген сияқты, өз каналымыз, өз подкастымыз өзіміздікі, сондықтан емін еркін уақыттан, сөздерден, тақырыптардан шектеу жоқ. Кәдімгі бір жүрек жарып ақтарылатын, сырласатындай айтқыңыз келіп жүрген көкейдегінің бәрін тек қана жаңағы гендерлік тақырып емес, ұлттық құндылықтар, сол аспаптан бастап бәрі туралы айтсақ деген ой бар. Және басқа подкасттарыңыздан да тыңдап қалдым сол ер-тоқым жайлы. Сол кезде мен ойыма бірден түскені, осы камераларыңызды көтеріп алып, сіздің шеберханаңызға барып, сол жерде түсірсек, әңгімелеріміздің сол бағыттағысын тереңдетіп сол жерден жасасақ деген ұсыныс бар. Болады ғой. Болашақта бір арнайы кәдімгідей тарқатып тұрып істеуге болады. Өйткені бүкіл әлемдегі прогресс неден басталды білесіз ба? Атты қолға үйретуден, оған ауыздық салудан, оған үзеңгі тағудан, содан кейін арба жасаудан басталған бәрі. Арбаның дөңгелегін шығарғаннан. Арбаны көшпенді халықтар шығарды деп айтады. Түркі әлемі ғой енді былайша айтқанда Алтайдан басталады. Ал онан кейін біз шығардық деп иелік ететіндер көп, бірақ негізінде ұзаққа көшіп жүру үшін өте қолайлы дүние арба болған. Енді арбаға 1885 жылы Мерседес-Бенц мотор қойды, сонымен машина прогресс пайда болды. Сөйтіп кетті ғой негізі. Арба, от арбаның пайда болуы, сол сияқты ауыздық бар ғой, жылқыны. Ауыздықтаған кезде біздің бабаларымыз ғой енді, сол кісілерді кентаврлар дейді. Бұлар деген атпен бірге туған екен деп, олар сұмдық үлкен дәрежеде меңгерген аттың үстінде туғандай адамдай болып жүрді ғой енді, кішкентайынан меңгерген. Сондықтан ер-тоқымның өзі кішкентай баламан ерден басталады. Ол енді мен санын айта алмаймын қаншаға бөлінетінін. Бірақ әр рудың өзіне тиесілі ер-тоқымы бар. Формы, пошымы, оның сыртындағы ою-өрнегі. Енді ойлаңыз, қазақта қанша ру бар. Көрдіңіз бе? Сонда территориялық тұтастықты да, біреу-біреуге барымта жасаса да, қай жақтан келген жаңағы затына қарап тани береді да. Ер-тұрман, ер-тоқым айылынан танып береді. Болмаса бір соғысқа көмекке адам жіберген кезде әскер кешіп келсе де, ол айыл-тұрманнан ақ тани, ту көтеріп жүрмесе де, ой, мынау бәлен жақтың адамдары деп мысалға, иә. Сонда қазақтың территориясы үлкен болғаннан кейін, шығыстан батысқа дейінгі жылқылардың да пародасы, пошымы бөлек, әртүрлі парода. Мұғалжар дейді, Ақтөбе жақтың жылқылары өте ірі, әдемі болады. Жал құйрығы қалың болады. Біздік жақтық ондай емес, біздік кішкене самдағай болады. Ал енді батыс болғанмен былай қарай, төмен қарай түссе, Ақтау жақтікі кішкене Ақалтекеге жақын болады жылқылары. Олардікі шұқыр болады. Тіпті ол Маңғыстау жақтың ер-тоқымдарында біздің үйреншікті аттың төстігі дейді, құйысқан деген нәрсе мүлдем болмайды. Жері тегіс өйткен. Тегіс жерге ол қажет емес негізі. Ал бізде таулы жерде міндетті, онсыз жүре алмайды. Мысалға жауырына ұмыт болған дүние көп. Мысалы аңшының қанжығасының өзі бөлек әңгіме. Мысалға біздің көзге көргеніміз 2 тал қанжыға ғой. Иә. Ал ол аңшының қанжығасында мысалға 10 сабақ, 12 сабақ болады мысалға. Сол сияқты ер-тоқымдар да сондай. Адам мінгеннен кейін әр атқа ер-тоқым жасаған замандар болған. Соның аттың иесіне лайықтап жасаған замандар болған. Мысалы батыста, Маңғыстау жақта ерлер кішірек болғанмен бір ер-тоқым келді маған. Өте ұзынды ана. Жаңағы әдетте ер-тоқымдар 45-тен 50 сантиметрге дейін болатын болса, анау 65 болып кеткенде. Соны мен түсінбедім басында, неге өйтті. Сөйтсем, анау отырған кісінің бойы ұзын екен де, жілігі ұзын болады екен де. Соны лайықтап жасаған да, арнайы сиденьені. Көрдіңіз ғой, бұл жаңағы рестайлинг деген сияқты өзіміздің тақырыптар ғой баяғы заманның. Бізде ештеңе жоқ сияқты болып көрсетіледі қазір. Міне өстіп бұл ер-тоқымды мен зерттеп кіріп кеттім. Соңғы 3,5 жылым міне осы ер-тоқымға қатты бердім. Тамаша. Біраз қаржы салып ер-тоқым жинадым. Және енді оны болашақта музей жасасам ба ер-тоқымның деген ойым бар. Енді бола жатар. Егер өзім шамам келмесе, музей жасайтын адамға беремін ғой енді оны. Мен оны не істеймін, алып кетпейсің ғой. Бізге де санаулы уақыт қой негізі, шынына келген кезде уақыт. Біз бұл уақытпен осы жердің қонағымыз.
Ұлттық музей мен ұлттық идеологияға жауапты жоғарыдағы кісілер айналысатын үлкен шаруалармен. Бірақ енді шын айту керек қой, біздің мемлекет биліктегілерге бар ғой, бұл түкке керек емес негізі. Түкке керек емес. Статистика үшін, мүмкін ақша жеу үшін, игеру үшін де ақшаны. Бір музей ашамыз, бірдеңке деуі мүмкін. Әйтпесе ешкімге керек емес бұл. Біз санаулы ғана адамдарға керек. Мысалға Тасмағамбетов жинайды, өзінің коллекциясы бар. Сондай сияқты адамдар бар, өзі бір жанында бір ұлтшылдық бар адамдарға ғана керек те. Қалған енді бәрі ондай деп айта алмайсың ғой. Мысалға кеше Асхат Аймағамбетов мінберден көтеріп жатыр. Мынау әлемде қазақ шеберлерінің мысалы жойылып баратқан өнерді игерген шеберлер бар. Солардың қолындағы дүниені мына әлемдік стандарт бойынша бүкіл әлемдік World Craft Council деген бар. Бүкіл әлем шеберлер кеңесі дейді. Бұл кеңесте мүше елдердің ата шеберлеріміз бар ғой, мына ардагер шеберлерді. Соларға тірі аңыз деген не береді? Живая легенда дейді. Тірі аңыз деген атақ береді да, оны мемлекет өзінің қарамағына алады. Бір адамның жағдайын жасау дым емес қой мемлекет үшін. Бірақ ол жерде жаңағы сол өнерді игерген адамға стипендия беріледі, шәкірт дайындайтын аудиториялар береді, университеттен орын береді, әйтеуір жағдай жасайды, келтіреді. Өйткені ол адам дүниеден өткеннен кейін оның өнері артта қалу керек та. Сол үшін мына Қытай, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Индия, Непал бәрі сөйтіп істеп жатыр да. Біз де соған мүшеміз негізі. Біздің Қазақстан шеберлер одағы да мүше соған. Бірақ ұсынысты шеберлер одағы береді ғой мемлекетке. Мемлекет оған пысқырып қарамайды. Керек емес деп қайтарып жүріп заңды. Аймағамбеттің айтып жатқан несі шығып жатыр, таралып жатыр. Керек емес. Мәдениет саласын, мәдениет министрлігі реттейтін заң бар бізде деп тұр. Ол жалпылама. Жалпылама болғаның ішінде де спорт саласындағылар алып кетеді. Өйткені спорт халыққа көрініп тұр ғой. Содан кейін Қазақстанның имиджі үшін деп айтын бір КамАЗдың жарысы дей ма, бір велосипед жарыстыратындарға, керлинг деген сияқты түкке керегі жоқ спорттарға ақша бөледі. Көрдіңіз ба? Өстіп ұлттың қаржысын ұлтқа керегі жоқ дүниелерге салады да, ұлттың дүниесін салмайды бізде. Кішкене анау әлгі жаңа Алашта айтады ғой. Кезінде солардан қырылып қалғанның зиянын қазір көріп жатқанымыз осыдан негізі. Біздің мына жоғары жақта билікте отырған кісілердің көбінде соны өлтіруге қатысы бар адамдар ғой. Кезінде Алашты қырғындаған адамдардың ұрпақтары отыр негізі. НКВД-ның ба? Иә. Өйткені оны ана бағана бір не көріп қалдым, бір видео. Сонда жаңағы Шәкәрімнің ұрпақтары ғой, айтып жатыр. 50-ші жылдары жаңағы Шәкәрімнің өлген жерін тауып мемлекетке сөйтіп ақтайық деген ұсыныс жасаған кезде Қарасартов деген кісі атқан. Соның балалары билікте отырған екен. Солар рұқсат бермеген екен. Естіп тоқтаттырып отырған ғой. Кейін солар кеткен кезде бар, 60-ші жылдардан кейін барып қазып алғанда. Қарап отырсаңыз көрдіңіз бе, осындай бір қарама-қайшы дүниелер да. Мемлекетте ұлт деп жұмыс істейтін адамдар бар, соң ұлтқа қарсы жұмыс істейтін адамдар бар да. Әлі олар сол жоғары жақта отыр. Билікте отыр, иә. Алмас мырза, жаңа сіз айтып қалдыңыз, ұлттық құндылықтар, ұлттық бір мемлекет дұрыс қараспай жатыр деп. Бірақ байқайсыз ба, біздің қазақтың қазіргі 2000-ші жылдардан кейінгі жастардың өзіне де мүлде қызық емес, мүлде бір селсоқ қарайтын сияқты. Және музейді, мұражайларды, сол ертоқымдарды былай саналы логикалық тұрғыдан үстіртін қарайтын болсақ, ол қазір ат мініп жүрген ешқайсымыз жоқ, арнайы барып бой жазу үшін немесе көкпаршылар мінетін шығар дейді да, күнделікті тұрмыста жоқ. Сондықтан оған қараудың маңыздылығы қанша, одан да жаңа роут жасауға фокус қоймаймыз ба деген сияқты ұсыныс айтылуы, ой айтылуы мүмкін. Неліктен? Енді былай ғой, кез келген не ұтамыз біз одан? Кез келген дамыған ел, болмаса дамушы ел ең алдымен музейлерін түгендейді. Музейін түгендейді, ашық аспан астындағы мұражайларын жасайды. Қирап қалған қалалар болса қайтып қалпына келтіреді. Мысалға біз көріп жүрген Қытай қорғаны ғой. Олар ұлы деп ат қояды өздеріне. Ұлы деп ат қойып жатыр да. Әйтпесе ол ұлылығы дымы да жоқ. 5 метр биіктікте тұрған қорғандар жалпы 5-6 метр мен өзім барып көрдім. Ондай бір Египеттің пирамидаларындай бір қиын нәрсе емес анау. Таңғалатын ештеңе жоқ деген. Кәдімгі құлдар салған болды. Енді бұлар ол қирап қалған ғой. Оның жаңа қорғанның керек емес уақытында кірпіш қып үйіне бұзып алып кетіп адамдар үй салған содан. Соны міне 70-ші жылдардан кейін Қытайлар қайтадан қалпына келтіріп, ол Қытайдың қорғанының жалпы ұзындығы 22 000 километр екенін есептеп шыққан.
және оның көп жерлерін қайтып баяғы бәз қалпына келтірген. Сонда не үшін бұл? Бұл негізі туризм үшін керек. Ал енді біз мысалға кеңес үкіметінен, кеңестің тізгінінен шыққаннан кейін біз негізінде экзотикалаумыз, біз экзотикамыз. Неге? Өйткені жабық жаттық қой біз. Және бізде көшпелі өмір бар еді. Осы тұрғыдан біздің алдымызды орап тұрған Монғолия, Қырғызстан, оған қатарына Өзбекстан кіріп бара жатыр. Бұлар бұл туризмге қатты мән береді. Жаңағы көшпелі өмірді театрланған көрінісін жасап қойған ғой. Көшіреді, көрсетеді. Мысалы Шыңғыс ханның мүсінін апарып биік бір тауға қойған деген сияқты. Ал бізде жарайды, Шыңғыс хан қазақ емес деп қояйық. Бірақ жошы сенің жеріңде жатыр ғой. Ол Шыңғыс ханның тікелей тұңғыш ұлы ғой. А неге сен жошыға сөйтіп қоймайсың? Жошы да ол ең саналы, ең ақылды баласы болған, сол территорияның Шыңғыстың аманатын ұстап қалған. Осы уақытқа дейін сол жошының территориясында ғана таза түркілік мемлекет қалды. Қалғаны мысалы Қытай жұтып қойды, Құбылайдың империясын деген сияқты. Ресейде орыстардың несіне кетіп қалды, тізгініне кетті. Негізі сол Шыңғыс заманынан қалған таза мемлекет болып тұрған, мысалы Қазақстан болып тұр. Өзінің кіндігінен тараған хандар шығып, осы қазақтың мемлекеттігін қалаған солар ғой. Соңғы ханымыз Кенесары. Сондықтан бұл тарих бүйтіп болды, ол өтті кетті деп қарайтын нәрсе емес. Мына тіпті еврейлер болсын, басқа халықтардың бәрінде былай қарастырады. Олардың мысығы бір породистый мысық бар болса оларда, болмаса бір күшік породистый болса, жаңағы лабрадор деген сияқты, соларға музей жасайды. Өйткені оның да қызығушысы бар деген сөз да. Түркмендер мысалға төбетті ұлттық құндылық ретінде көтереді. Ақалтекені ұлттық құндылық ретінде көрсетеді. Ақалтекелердің жарысы дегенді мен сұмдық бір жарыс екен деп ойладым. Ягуар машина тікті, біз Ашқабатқа бардық. Сонымен енді ой бәйге көреміз, бардық. Ал кеттіреді жаңағы. Сарт етіп ашылды, бір айналып көріп келді, бітті қалды. Бәйге емес анау. Біздікінің қасында. Ол жаңағы біз сияқты сағаттап шаба алмайды ана жерде. Яғни не қызық ештеңке жоқ. Экраннан қарап отырдық. Үшті айналды болды, бір жүгіріп болды, бітті. Оның артық ұшамайды, ол жүгіремейді. Енді соған сондай көңіл бөліп жатыр да. Бізде қандай мәдениет, қандай өркениет болған. Біз мысалға Сақтың да өркениетін ұстап отырған халықпыз. Ғұнның да өркениетін ұстап отырған, Үйсіннің де өркениетін ұстап отырған халықпыз. Бірақ дымы жоқ адам сияқты отырмыз да. Сақтардың обаларын айтпай қойын, обал тон алып жатқан. Санау Катарға бардық қой. Сонда Дохада сұңқарлар бар ғой. Соған арналған жеке ауруханасы бар. Жеке мұражайлары бар. Арнайы жеке базар тұр. Бәрін көріп таңғалдық ананың ішіндегі. Ал енді сол құсты үйрету. Және ол Қазақстаннан барған екен. Өздері айтты, ең күшті құстар біздің Қазақстаннан барған, және қазақтан, мына қазақтың территориясындағы халықтан шыққан бұл құсты қолға үйрету деген нәрсе. Бүркітті қолға үйретіп жерлеген, ол қайда сақ заманындағы дүниелері бар, қорғандардан шыққан бүркіттің қаңқалары бар. Сол заманда бүркітті үйреткен ғой. Енді бүркіт қана емес қой, бізде мысалы оларда табиғат қатал болған кейін оларда сұңқар, қаршыға ғана бар да. Мысалы бізде Күйкентай, Жағалтай дейді, ол жіктеп тастайсың, ана құстың бәрі бар бізде. Бірақ бірде-бір аурухана жоқ бізде құсқа арналған. Ол құсты қоя тұршы, біздің жылқыға арналған ветеринарлық клиника бар ма? Жоқ. Мақтанамыз, ойбай атамыз біздің қазақ. Ипподромның жағдайы қазірдің өзінде. Енді қарап отырмыз. Бізде сондай бір жақсы дүние болса, адамдар өзінің жаңағы өмірді өтпейтін, айтты ғой, Мұқағалидың өлеңі бар ғой. Менің жаным ашиды мұны өмірді өтпейтіндей көретін адамдарға деп. Өмір өтпейтіндей қарайды. Қиратып кету, бұзып тастау, орнына бүгінді ғана ойлап жұмыс істеу, осы. Мысалға жаңағы айтып отырсыз ғой, жастарға керек емес сияқты болып барады деп. Осыны құртқан кім мысалға? Кезінде баллондық системаны кіргіземіз, бірыңғай ұлттық тестілеуді кіргіземіз деп Дариға Назарбаевалар ғой, солар ғой қабылдаған осыны. Солардың ұсынысы. Ойбай деп кіргізді, болмаса жаңағы өзін өзі тану деп. Адам ұлтын тани алмай жатқан өзін өзі тану деген бір кіргізді мысалға. Бүкіл Қазақстанның білім жүйесі сол бір отбасының. Соның айналасында да сондағы қызығушылықтары бір қандай да бір атақтар алу, сондай нәрсе де. Жаңағы қаржы игеру деген сияқты. Ал енді сөйтіп тұра мысалға бүкіл білім жүйесін күйретіп кетті. Мысалға мен мысалға өзім тест тапсырған, екінші жыл поколение тапсырған адамдармыз. Жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеу деген болды ғой. Соны тапсырғанбыз, бірақ
қазір қарап отырмын мен, одан бері 20 жыл өтті ғой. Жылдан жылға білімнің сапасы құлдырап кетіп баратыр. Егер біздің Қазақстанның олимпиадаға барып балалар білімді болып, мықты болып шығып жатса, олардың сол генетикалық кодымен олардың өзінің жеке талпынысы ғана жүйелі түрде біз балаларға дұрыс білім бере алмай жатырмыз. Енді қазір мына оқу курстарының жеке частный мектептердің көбейіп кеткенде де сол емес пе? Өйткені білім жүйесіне ешкім сенбейді, өздері де сеніп жатқан жоқ қой. Енді қазіргі частный мектептің өзі тек қана мемлекеттің ақшасын игеру болып қалды ғой. Сөйтіп қалды бірақ. Қайбір жетіскен кәсіпкердің өзінің қаржысын салып, балаң білімді болсын деп жатыр. Өз жерде мемлекеттен ақша береді, соны алады да, игереді да, жаңағы курстар ашып қояды. Бәрінің шикілігі шығып жатыр ғой. Ол сол жаңағы әдемі тұрған жүйені бұзғандықтан да. Тест те керек емес еді, болоньялық системаға кіреміз деген де керек емес еді. Бұрын 40-50 жыл бір қалай оқып келеді, солмен қалу керек еді да оның. Неге? Сол кездегі адамдардың білген білімі бар ғой, қазіргілерден әлдеқайда жоғары. Ал енді ары қарай білімді дамытамыз десек, біз шетелден де білім ала аламыз, интернеттен де білім ала аламыз, Ал енді біздің оққан тарих, біздің оққан білімді бізден кейінгі ұрпақтар білмейді. Яғни сіз кеңес білім жүйесін дұрыс деп қабылдайсыз? Мен Америкаға барған кезде ақш-тағылардың өзі мойындап отыр ғой. Сендердің мектептегі білім жүйелерің керемет дейді да. Бірақ университеттерің оңбаған деп айтты маған. Америкаға барған сөйтіп тура сондай сөзді естідім мен. Неге деген кезде, олимпиадаға барған кезде дейді, бұрын енді қазір статистика төмендеп жатыр сендерде дейді, бірақ математика болсын, қай саласы болсын, осы СНГ-ден келген балалардың білімі жоғары болады екен. Өйткені база жақсы болған ғой, үйрету жақсы болған, практика жақсы болған, педагогикасы жақсы болған. Кейіннен келді да міне тестілеу деген шығарды. Тест деген не ол? Бір күндік. Сен тест қана жаттайсың, кітап оқымайсың ана жерде. Кітап оқып керек емес. Сыни ойлау, логикалық ойлау. Логикалық ойлау. Сен жалпы кітаптың мазмұнын түсінбейсің. Сен оның арасынан жаңа бір сұрақтар қояды, соны ғана білесің. Сен соны біліп алып бір тарихты білетін адам сияқты болып жүресің да. Тарихтың ішінде деген ол эмоциялар бар, қаншама адамдардың ішкі эгосы бар ана жерде. Соның бәрі мысалы хронологиялық бір ретімен ғана. Тарихты білу деген ол мысалға тарихи қателіктерді қайталамау ғой. А сен хронологиясын ғана білетін болсаң, оның сен қателіктер жасай бересің ары қарай. Тарихты өзі оқудың өзі негізгі тәртібі сол. Сен оны тарихты оқыған кезде, бізге оқытқан кезде, тарихи қателіктерді біздің үлкендердің жіберген, біздің алдымыздағы буындардың жіберген қателіктерін қайталамау. Сол үшін оқимыз біз тарихты негізінде. Сол үшін ғана керек негізі тарих. Ал енді жаңағы тарихи дүниелерді, артефакттарды жинау, бұл ұлттың ұлт екенін, оның тамыры тереңде жатқанын түсіну. Тамыры тереңде жатқанын түсінген адам, ол жай бір статистика үшін өмір сүріп жатқан адам емеспін деп сезінеді өзін. Жаңа Қытайдағы ұлы қорғанның өзінде мысалға жастар немесе халқы біздің осындай ұлы керемет қорғанымыз болған деп бір ішкі кодтағы бір үлкен рух қой ол. Өзін туризмнен тыс мысалы. Осы шынайда. Содан кейін өздері сұмдық мына дамып кеткен дамушы елдердің мына қарасаңыз, енді дамушы емес, дамып кеткен елдер бар ғой, кәдімгі экономикасы өрлеп кеткен. Солардың идеологиясын қарасаңыз, жапондар айтады, біз күншығыс еліміз дейді. Күншығыс еліміз дейді. Аспан асты елі деп айтады. Аналар айтады, қытайлар айтады, таяу шығыс елі дейді. Еврейлер айтады, біз таяу шығыс еліміз депші. Қаяқтағы таяу шығыс ол біздің батысымыз ғой. Бірақ ол енді еуропалық енді олар Еуропаға айтып тұр да, көзқарасты солай салып отыр да. Ал енді қытайлар аспан асты еліміз дейді. Біз Ресей айтады, біз аспан астында емеспіз ба? Соны айтамын, аспан бәрі аспанның астында ғой. Бәріне күн шығады ғой негізі. Кім қай жерден көрсең, күн мысалға Жапониядан басталмайды ғой негізінде. Ол біздің кейінгі шығарып алған өлшем ғой. Ал енді біз Қазақстан бүкіл әлемдік картамен қараймыз да. Біз картаны жайып тастаған кезде бүкіл әлемдік картада әйтеуір біз қайтып екен әйтеуір ортаға түсіп қалыптық. Европада ортада жатыр да. Бірақ мысалы Канаданың картасында, Американың картасында олар ортаны өздерінен бастайды. Екіге бөледі да, ортадан бастайды. Біз орталықпыз деп айтады да. Сөйтіп бұлардың амбициясы сұмдық. Былай қарасаң, Америка деген енді Америка Безбучи деген бір испандықтың атына берілген мемлекет қой ол. Енді қарап отырсаңыз, бірақ бұларда идеологияны солай жүргізеді. А біз неге біз көк түріктердің ұрпағымыз деп айтпаймыз? Бұл бір дұрыс идеологияның, ұлттық идеологияның мемлекеттік деңгейдегі болмағандықтан ба, жоқ әлде қасақана бұл енді жаңағы айтып отырғандай кезінде бір отбасыға қажет болмады да олай идеологияның болғаны. Өйткені олар ұрпақтар сабақтастығы деп жаңағы билікті баладан балаға мұра қалдырамыз деп ойлады. Монархия жасақсы келді ғой. Сол үшін
ұлтта идеология болмағаны керек болды. Керісінше бір ұру екінші ұрумен қуанып мақтанып, ол құдам еді, менің нағашым еді деп мақтанудың орнына әр ру өзінің төсін қағып шыққан оларға керек болды. Жүзге бөлгісі келді, дінге бөлді. Әйтеуір қазақтың басын біріктірмеудің амалын жасады ғой. Басы бірікпеген жер сенің қуыршағың болады. Қай кезде де сондай ол. Басқару оңай болады. Басқару оңай болады. Депутаттарды да сен өзің әр жағынан бүйтіп от тастап отырып өзің шығарып аласың. Министрді де солай қоясың. Сөйтіп келді да ақыр соңында ие бола алмады ғой. Өйткені кеңестік идеологияда өскен саясаткерлер еді да бұлар. Бұлар өздігінен жаңағыдай бәрібір социализм деген нәрсенің дұрыс емес екенін түсінбеген қоғамның адамдары ғой. Социализм дегенде құлдық болғанда да өте қауіпті құлдық екенін қазір тарих дәлелдеді ғой. Социалистік елдерді қараңыз. Вьетнам Америкамен не үшін соғысты? Социалист болған үшін соғысты. Коммунизм жеңгісі келді. Корея мен Солтүстік Корея, Оңтүстік Корея болып не қылып отыр? Айырмашылығына. Анау Американың түбінде жатқан Куба не социалист болды мысалы. Кедей мемлекеттердің бәрі социалист болады. Соңы тоқырау болады. Өйткені ол жерде адамның өмір сүруге мына амбициясы жақсы білімді адамдардың ойлай алатын, сыни көзқараспен ойлай алатын адамдардың өмір сүруіне жағдай жоқ ол жерде. Бәрің бір дейсіңдер, қорада қой сияқтысыңдар деген сияқты өмір ғой. Бәрің бақыттысыңдар дейді. Қаяқта негізінде шынымен еңбектенген адамдар бақытты болу керек қой негізінде. Шынымен еңбектенген адамдар бақытты болады да. Бұл кәдімгі табиғи шұрып болу керек жерде. Еңбектің нәтижесін көре алған адам. Көре алуың керек. Енді сен социалистік өмірде ондай деген жоқ қой. Социум дейді, 2 метр биіктікті үйлер салып, бәрін қора қамаған. Енді соның нәтижесін біз әлі көреміз соны. Жалпы біз қазақ өзі табиғаттан да алыстап қалдық, өзіміздің табиғатымыздан да алыстап қалдық қой. Осы салада жүрсіз ұлттық құндылықтармен, ұлттық мәселелерді көтеріп, қосымша ізденіп жүрсіз ғой, әбеке. Анау қазақ болу не үшін қымбат? Енді қазақтың тамағы қымбат. Қазақы ою жабыстырылған бір футболкалар қымбат. Бұл бәсекеліктің жоқтығынан негізінен. Бәсекенің жоқтығынан. Егер бәсеке болса, ол өздігінен өзі арзандайды. Мысалға, қазір мен айтам, бұрын біз жасап жүрген домбыра қымбат деп ойлады. Қазір қымбат емес, қолжетімді. Бәсеке өте сұмдық көп. 5000 теңгеде домбыра тұр қазір. Бар, иә. Бірақ жағдайыңа қарай әркім өзін алады да таңдап. Ал енді қазір мысалға сол идеология жоқ жерде идеология жасаған болып, жанашыған болып, қазақтың тауарын ал, өнімін ал деген болып, бірақ шын мәнінде ол Қытайдан жасалып келеді. Мен негізі Қытайдан жасалып келсін, болмаса Вьетнамнан жасалып келсін, қарсы емеспін, тіпті Түркиядан жасалып келсе де. Өйткені ол жақта мануфактура дамыған. Бірақ сол заттардың сондай қымбат сатылатынына енді ішің ашиды да. Өйткені ол өзіндік құнына жаңағы 100 есе, 1000 есе баға қойып сатады. Ол соншалықты ізденді ма сондай дүние істеуге? Шын айтқан кезде ол жанашып тұрған жоқ қой, ұлтқа да ештеңке, тек қана бұл жерде мақсат ақша жасау. Енді өзіміз азайттық қой көбін, жаңа табиғаттан алыстап кеттік дедік. Мысалға мал ұстайтын қазақта аз болды. Соның кесірінен сары май болсын, ірімшік болсын, басқа дүниенің бәрі қымбат бізде. Рас. Былай қарасақ таза, натуральды дейді, табиғи, денсаулыққа да бәріне жақсы болып тұр ғой, бірақ әйтеуір қолжетімсіз болып кетті. Қымыздың өзі қымбат дегендей. Иә, мысалға егер қымыз бен кола бәсекелес қойын былай қарасаңыз. Ал енді шынына келген кезде біз шын жанашитын болсақ, біз қымызды соның деңгейінің бағасын төмен түсіру керек қой. Ол қалай түседі ол? Мысалы, түспейді ол. Ол үшін не істеу керек? Ол тағы да сол сенің идеологияң болып субсидия берілу керек қой. Бұл әлемде сондай негізі. Мына жылқы болсын, әлемде фирмаға субсидиямен ұстайды бәрін. Дүние жүзінде қазір сондай субсидиямен ұстайды. Ол ана жаңағы стейк жасайтын ангустың бұқаларына беріп жатқан субсидия ол жылқыға да берілу керек, ол қойға да берілу керек. Бірақ бізде қалай? Ол беріледі, бермейді емес, беріледі. Бізде неге ет қымбат мысалға? Субсидия беріледі, бірақ ол шаруаға жетпейді. Оны орта жолдан облыстың бастығы, облыстың әкіміне кетеді, оның ауданның әкіміне жетеді, ауданның әкімінен ауданның ветврачына кетеді, ауданнан ауылдың ветврачына кетеді. Міне сөйтеді да, олар өздері жалған документ жасап, менің өзімнің атамның
мал ұстаған кез ғой енді кезінде. Соның атына бәленбай малды жазып тұра, соны ветеринарлар ауылдан ақша алған ғой. Бәленбай миллион ұстап отырған, бәленбай жыл. Кейіннен енді жаңағылар ұсталмай ма? Соң әрбір адамның жаңағы контактісіне қарап звондап, телефонмен жаңағы хабарласып сұраса, атам айтты, осындай сенің осындай осынша малың бар ма? Осынша ақша алып жатыр екенсің ғой күнде. Жоқ, онда көргем жоқ. Қара енді, осыны істеп отқан кім? Сен өзің қазағың мысалы. Бірақ бұлар бұны істеп отқанда жаңағы кеңестік идеологиямен өскен адамдар. Олардың ойынша қандай жағдайда да кеңестік идеологиямен өскен адамның көбінің миында қандай жағдайда жұмыс істесе де бір жерден левый шығарып кету, бір жерге күзетші болса сол жерді тонап кету, өзі күзету емес, тонау, бірдеңкесін ұрлап сатып жіберу, жаңағындай бір махинация шығатын жер болса, сол жерде бастар қатты істейді ғой, өндіріске анау мынау емес, бір егін егіп, егіннің сортын дамытайын деген емес. Сонда бір мезеттік ләззаттарға қиын бергіш та. Анау мектептің соляркасын директор өзі ұрлатады екен ғой. Иә, кеше ғана айтып жатыр ғой. Алматыда бір мектеп, газбен жылайтын мектеп. Иә, өтірік құжат жасап алған. Өтірік құжат жасап, дизельге заказ берген ғой, бәленбай тонна. 300 тонна дедім ма, құдай, мен ойландым, сонда 300 тонна, 300 күн жағатын тонна ма деп. Мен түсінбедім ананың бәрібір логикасын. Сонда кесел ма? Аштық па? Иә, аштық қой. Мысалға сіз қараңыз. Кезінде алаштықтарды қырды ғой. Алаштықтардың дені шәкәрімнен бастап былай қарай артқа қарай жүретін болсаң, бәрі шетінен оқыған байдың балалары негізінде. Бірақ байлықты олар жаңағыдай прихватизациядан байып кетпегендер олар. Жеті атасынан жасап келе жатқан, өзінің ауылын ұстап отырған байлар. Кешегі анау жаңағы Астананың түбіндегі қосшылықтар бәрі мысалы қарасаңыз, буржуазиясы ғой, сол алаштың газеттерін шығартқан, мемлекет болсақ деп армандаған, бүкіл мына Орта Азия бойынша бірінші рет Opel деген машина алып келіп, соның заводын қойғандар. Қараш, қандай алдыға кетіп қалған. Тәттімбеттің алтын заводы. Иә. Сонда қарап отырсаңыз, Мәдиде үлкен не болыпты ғой, Қарқаралыда өткенде барғанда. Сол заманда қарап отырсаңыз, скрипка тартқан, сол заманда. Бірақ бізге сол жетті ма? Жеткен жоқ. Енді соның бәрін қырып жойып жібергеннен кейін Құлқытанның балалары жаңағыдай, соны өлтірген адамдардың балалары билікке келді. Солардың баласының баласы ұрпақтар сабақтастығы, олар мынандай жаны аш, олардың жан дүниесі аш. Оларға мысалға бір квартирасы болса жетпейді, оларға бір үй болса жетпейді. Оларға тағы да 10 болғаны керек. Оған да жетпейді. Ода 50 болу керек. Ол да жетпейді. Шетелде болу керек, Франциядан алу керек. Ата бабасынан ондай тоқтықты көрмегеннен кейін бұлардың ішінде аштық бар да, тоймайды. Енді Қытайдан келген қазақ, мен қарап отырып, Қытайдан келген қазақтар тез көтеріп кетеді, Монғолиядан келгендер тез көтеріп кетеді да. Қарап отырсаң, олардың табиғатында жұмыс істеуге деген, жүйелеуге деген, сол жұмыстан нәтиже шығаруға деген бір талпыныс күшті да. Өйткені олар мына жаққа қудаланып кеткен, көбінің ата бабалары қудаланып кеткен, Өскеменнен, Семейден, Алматы облысынан кеткендер ғой көбі. Ақмола облысынан кеткендер. Қудаланып кеткен, ол жаққа барғандарға сен жетіскен жоқ қой, ол жердегілер де малын тартып алдық, қырды жойды әйтеуір. Көбі былай ақшасы барлар Гималайда асып Түркияға дейін кетті. Францияға дейін жетті, мысалға. Сонда қарап отырсаңыз, бұлар да жан дүниесі тоқ. Олар жұмыс істеуді біледі, жүйелеуді біледі. Көрдіңіз бе, олардың сөйтіп тез неге келуі, жаңағы икемделіп кетуі, тез қалыптасып алуы, иә? Бұлар сол генетикалық өзінің берген дүниесі. Енді шынымен де Қытайдан келген көп кісілер осыған таңғалады ғой. Неге бұлар бір жерге барса міндетті түрде жеуді ойлайды екен деп ше? Қарапайым ауылдағы темаларды айтамын да. Соған таңғалады. Көрдің бе, олардың ана ындыны тойғанда оларда бүйтіп аштық жоқ. Аштықты көрген жоқ. Олар деген дәулеті болғаннан кейін көш алды олар ана жаққа. Дәулеті болғаннан кейін. Мен кеңес өкіметіне өткізіп бергендері бар. Бірақ соның өзінде қоймады ғой. Тұяқ салығы, жүн салығы деп қырды ғой, иә? Қырып. Сол кезде жаңағы бүкіл қазақтың қанша 60%-дан асасы қырып жіберді ғой біздің. Дүние жүзінде ондай қырылған халық жоқ негізінде. Мысалға Америка құрама штаттарындағы және жаңағы мынау солтүстік оңтүстік Америка бар ғой, екі штат, екі не бар жаңағы материк бар. Сол жердегі жаңағы аборигендермен, содан кейін африкалықтардың қырылғандарын айтады да.
бірақ қараңыз, Африкада сол қазіргі енді жарайды қалпына келген кезде қанша мемлекет тұр Африка деген елде. Оны былай үлес салмағына салатын болсаң, бүйтіп жаңағы шашып жіберетін болсаң, дымды емес ол қырылғаны. Әрқайсысынан көп болса 1 миллион 500 мың деген сияқты өлген да. Ал Америкада да сондай. Үндістердің қанша, олар енді мемлекеттік деңгей көтерген жоқ, тайпа болды ғой. Қанша тайпалық одақтан тұрды олар. Біреулер айтады 80 миллион дейді, біреулер 50 миллион дейді, біреулер 100 миллион дейді, қырған екен дейді. Бірақ олар 200 жылдың ішінде болғанда оқиға бұл. Америка жаңағы тәуелсіздігін алғанға дейін болған оқиғалар ғой. Ал енді біздің қырғанымызды қараңыз, 30 жылы, мына қараңыз, 22 мен 39 жылдың арасында қатты қырғын көрдік қой. Оның кейін 41 жылғы қырғын бар. Бірақ 39-ға дейін қырғын көрген кезде бізде 60%-ымыз жойылып кетті. Мысалы 6 миллион қазақтан 4 миллион кетті. Иә? Ал енді дәл сол уақытта еврейлер де қырылды ғой, біз сияқты. Холокост болды. Холокост болды. Бірақ олар Польшадағы, Австриядағы, Германиядағы еврейлерді негізінен қырылған. Франциядағы еврейлер. Ресейдегі еврейлер. Жоқ, Ресейдегілерге дым болған жоқ. Сонда жаңағы мына 4 мемлекеттің өзінде ғана 16 миллион еврей тұрған екен. 16 миллион еврейдің 6 миллионы қырылды. Бұл қанша пайыз енді? 30%-на жетпейді ғой, сол жердегі еврейлердің 30%-на жетпейді тіпті. Ал енді Ресейде де еврей болды, Өзбекстанда да еврей болды, мысалы бухарский еврейлер дейді. Швейцарияда еврейлер құрып отырған мемлекет. Америка мысалға негізінен еврейлердің ақшасына құрылып мемлекет болған. Қазіргі тұрған Израиль Американың бір штаты негізі. Құп келгенде сондай тура қарайтын болсаң. Американың ашылуына ықпал еткен еврейлер негізінде. Испандықтар мен итальяндықтардың, португалдықтардың корольдеріне ақша беріп, соларға енді өздерінде ондай мүмкіндік жоқ қой, жаңағы су порттарын пайдаланатын мүмкіндік болмағаннан кейін соларға ақша беріп, экспедицияны жасатып, соның жаңа матик деректерді аштырып, сол жерге барып өздері Америка құрама штатын құрды. Канаданы құрды солай. Иә? Мексиканы құрды. Қарап отырсаңыз міне, сөйтіп бұлар сояқтан көтеріліп кеп, кейін етек жеңі жиылғаннан кейін барып баяғы тарихи отанына келіп Израильді құрды. Егер кеңес өкіметі болмаған кезде Палестина деген мемлекет болмайтын еді. Израильді олар толық құрар еді. Өйткені олар Палестина деген халықты сығандар сияқты көреді. Өйткені өйді Иорданиядан жиналғандар бар, бері жағынан бәдәуиндер барған, ар жағынан Саудиядан келгендер бар. Енді саудагерлер көбі жан жақтан жиналған ғой енді. Анау тарих терең мекен болғаннан кейін жан жақтан жиналып сөйтіп ана мемлекет болып ұстап қалған. Бірақ мемлекеттіктер оларға ағылшындармен сол СССР алып берді. Соның арқасында олар қырылып жатыр. Қырылыс болды. Ал енді сол уақытта, дәл сол уақытта, мен жаңа қазақтың қырылғанын айттым, еврейлердің қырылғанын айттым, енді Голодомор болды. Украиндарда да қырылды. Украинаны да қырды орыстар, өйткені кейін мемлекеттігін алып кетуі мүмкін деген бір мемлекет Қазақстан болса, сол екіншісі Украина болады. Украинада ол кезде 15 миллион украинец өмір сүрді. Соның 5,5 миллионы қырып жерді орыстар. Егінін тартып алды да, егінін өртеп жерді. Соның қоймаларын тартып алды. Сөйттіре аштықтан өлді украиндықтар. Бірақ енді олардың бір жақсы жері жаңа балық аулап жей алады. Жердің астындағы дәнектерді теріп жей алады, жидеде жей алады. Сөйтіп кішкене оларда қырғын көп болмады. Бізде судың құрты деп жүрді емес па, иә? Иә, бізде енді оны қолындағы малына сенген халық болдық қой бізде. Тышқан салығына шейін әкесін танытты ғой. Иә, сөйтіп жаңа Израиль дегенде, қазір сол еврейлер екінші қонысы, екінші бір жер ретінде Украинды пайдаланғалы жатыр деген сыбыс бар. Жоқ, бұл жай Ресейдің пропагандасы. Пропаганда бұл жаңағы ақпараттық соғысы. Иә, Украинада еврейлер ғана тұратын қалалар бар. Бірақ ол жаңа Бухараның еврейлер деген сияқты әңгіме ғой. Бухарский еврей дейді. Мысалға Jacob & Co деген бір компания бар ғой, білесіз ба? Сағат шығаратын. Дүниедегі ең қымбат сағаттар сол шығарады. Соның Jacob деген Ташкенттен кеткен еврей ғой. 80 жылдары жаңағы еврейдің иммиграциясы болған кезде Ресейден көп көшті ғой сол кезде. Сол кезде Ташкенттен де кеткен жаңағы. Сол еврейлердің ұрпақтары сондай шығарып отыр. Бухарский еврей дейді, Бұқара еврейлер дейді. Бізде көп қой, Түркістанда да өзбек біздер жүрген еврейлер негізі көбі. Өзбек біздеп қояды, бірақ негізінде еврейлерді шынын айтқанда ажырата алмайсың. Жаңа Бұқараның еврейлер өзбекше де біледі, парсша да біледі, еврейше де біледі, көрдіңіз бе? Бірақ тамырын ұмытпайды олар. Енді қарап отырсаңыз, бұл еврейдің құқығындалуының өзі әділетті құқығындалу болған олардікі кішкене. Өйткені олардан Вавилон деген мемлекет болды ғой. Парсылардың мен жаңағы сол жердегі
тұрған шумерлерден енді сол жерден қалған халықтардың құрған мемлекет еді. Дүниедегі бірінші миллион тұрғыны бар қала сол Вавилон болған. Және жыл санауымызға дейін. Осы жерден барып бұлар Вавилонның жаңағы Хаммурапидің құпия жазбаларын ұрлап Израильге алып кетіп, сол жерге апарып Тәурат деген кітап жазып, содан басқарып масқара болып кейін соны біліп қойып аналар. Енді Вавилонға негізінен дамып кеткен бұл дін арқылы дамыған да. Хаммурапидің жаңағы жазбалары дейді, қасиетті жазбалар дейді, тақта болып жазып тұрады. Ол жерге қалаға келген адам соны оқымай кірмейді ішке. Өйткені ол жерде өмір сүрудің ережесі жазылған. Қаладағы заңдық. Иә, қаладағы заңдылық, сосын Құдайға тәуба ету деген нәрсе бар. Соның нәрсенің бәрі жазылған. Соны жаңағы еврейлер ұрлап кетіп апарып өздеріне. Содан кейін оны біліп қойып, ашурларды жалдап, ашурлар дейді, сонда ассириялықтар ма екен жоқ, ирандықтар ма, соны әскерді келеді да бір түнде келіп бүкіл еврейлерді тұтқындап, өлтіруге болатын өлтіріп, кәр құртаңдарын құлдыққа сатуға болатын түгел алып Египетке құлдыққа өткізіп жібереді ғой, парсылар, неге, перғауындарға. Міне өстіп историясы, тарихы басталады бұлардың. Ал содан кейін бұларды сол жерде 800 жылдай ма құлдықта болып қайтып еліне келген кезде басқа халық өмір сүріп жатыр, арабтар өмір сүріп жатыр. Палестина деген атаудың өзін енді алды ғой олар, кейін әйтпесе оған дейін ол арабтар деді. Бірақ сонда жаңағы Сауд Арабиясы да алып бере алмады оларға, өйткені Сауд Арабиясы мен еврейлер бір туған халық қой негізі, бір атаң балалар екеуі де. Басқа халықтар да көмектесе алмады, сонымен бұлар ел жер жоқ 1000 жылдай босып жүрді ғой. Соның арқасында қыздан ұрпақтар ататын болды олар. Мынау әбеке бізде көп мен шығарылымдар жасаймын ғой ютубта, видеолар жасаймын. Сол кезде Қытай туралы жасасам, сен қытайшылсың дейді. Иран туралы өте мен басқаша пікірде болған, бірақ сол жарты сағаттық 2-3 видео жасап отырып мен терең түсіндім. Сол кезде маған уже сен исламист бірдеңе деп бастады да, содан кейін Сауд Арабиясы туралы зерттеулер жасап, Сирия туралы айтып, бұның біз ойлаған сияқты, жаңа Түркия туралы айтсаң, тағы да бәлеге қаласың. Бір байқағаным, сол біздің халық қазір Ердоғаншыл, таза исламшыл, таза бір, егер сен Қытай жайлы айтсаң, онда Қытайшыл деп сен де керісінше тебетіндей қып, бір міндетті түрде бір адамды бір жайлы бірдеңе айтсаң, бір туралы, мемлекет туралы, ұлт туралы бір тұлға жайлы, бәрі топтасып алған сияқты. Неге бәрі туралы айту? Мен ана жерде Ердоғанның мысалға экономикалық сәтсіздігін жік-жігімен талқылап беріп отырмын да. Міне, по факту былай деп. Бірақ соның өзінде сен кімсің Ердоғанға тіл тигізетін деп. Біз неге бұл халық сондай болып кетті? Біздің халық негізінде мына жалпы жаппай білім алуға 21 ғасырда ғана келді ғой. 20 ғасырда келді. Содан кейін 21 ғасырда міне енді критикалық білімді енді алып жатыр. Содан кейін жаңағы рационалдық білімді енді ғана алып жатыр біз. 21 ғасырда алып жатқан біліміміз осы. Критикалық және рационалдық білім. Оға дейінгі біліміміз біздің жай ғана қалыпты орта білім ғана болған. Ал және ол Ресей пропагандасымен, Ресейдің идеологиясымен болған, кеңестік идеологиялық білім болатын. Ол жерде біреу байып кетсе, мемлекетке қарсы адам, біреу шетелге шығып кетсе, ол жапоншыл, тыңшы, артынан донос жазатындар, сондай болған. Ол кеңестің идеологиясы осы еді. Мысалға, ол деген жаңағы кәсіби одақтарда осы қазір әңгіме, біреу анау дейді, біреу мынау дейді, былайша айтқанда өзіне бір адамның пікірі ұнамаса, сол адамды сондай қытайшыл дейді, болмаса жаңағы ресейшіл дейді. Бірақ енді таза ресейшілмін деп айтып шығып жүргендер бар ғой, сотталып жатқандар. Болмаса Қытай жақсы деп мақтайтындар да бар мысалға. Сол жақта тұрып, сол жерде тұрып, қазақша айтып жатқандар да бар. Болмаса Американың саясат дұрыс деп айтатындар бар. Бірақ енді сіздікі беріп жатқан ақпарат болғаннан кейін ол жерде сіз рационалдық көзқарас, критикалық көзқарас, ол қарамайды, дін бола ма, адамға ма, тұлғаға ма айтуға тиіссің, білуге тиісті. Бірақ бізде олай істей алмаймыз ғой. Жаңа еркек пен әйелдің арасындағы дүниені қоздырып отырғанда осы критикалық білім, рационалдық білім деген нәрсенің бізде жоқ болуынан, бізге сол білімнің берілмегендігінен. Ал енді мен ренжімеймін оғанша, бірақ әттең ай дейсің да. Біздің ел сондай, қалыптасып қалған солай. Сөйтіп тәрбиелеп тастаған. Енді бұны бұзу оңай емес. Өйткені бізде ұлттық идеология жоқ. Бұл кез келген мемлекетте болады ол ұлттық идеология. Мысалға, Дархан Әбдік
деген журналист бар. Мен сол кісімен көп жерде келсем да, бірақ ол кісінің жаңа айтатыны бар. Идеология деген нәрсе дұрыс емес дейді да. Идеология деген дұрыс болмаса, адамның бәрі дархан емес, өзінің критикалық мышлениясы бар. Ол болмағаннан кейін ол әрбір топтың артында кете береді. Мысалға мен өзім де бір кездерде 10 жыл уақытымды дінге берген адам, 16 жасыма 26 жасыма дейін сопы болдым мысалға. Түсінгем жоқ мен соп екенін, бірақ сол дұрыс деп ойладым. Олар маған Ахмет Яссауидің жолы күшті, керемет деп үйретті. Бірақ шынына келген кезде діннің қай саласына кірсең де, соңына келген кезде Американың идеологиясына жұмыс істейсің сен. Біздің діни көзқарастың өзін екіге бөліп алады. Сопыларды Ресей қолдайды, Путин қолдайды. Путин жаңа деген Путин қолдайды да кәдімгі өзі кәдімгі мысалы сопылардың пірі деп жүрген жаңа ғана кім бар ғой, біз Санжар мырзалардың қатты мақтайтын Исматулла Тақсыр деп айтатын кісісі. Сол прямо Путин жақсы көреді мысалы. Бізге кезінде солай не қылады, насихаттайды мешітте жүрген. Бұрыннан ба? Бұрыннан. Ауғанстанда болып, Ауғанстаннан әкелген ғой негізінен былай қарасаң. Ауғанстан. Енді Сауд Арабиясынан келетін ағымдар бар ғой бізге. Оны қолдайтын тікелей Америка. Айтып отырық қой, еврей мен Америка, еврей мен Сауд Арабиясы бірге туған. Енді ол былай ғой. Әбеке, жаңағы менің ойымдыкі не дейін, сіздікіне толық кірейік. Мысалы, сол еврейлерге қарсы 49 жылдары 6 күндік соғыс дегендер шығады ғой. Екі араб мемлекеті бірлеседі, сөйтеді, бірақ ала алмайды Израилді. Кеше ғана құрылған елді. Сөйтіп тұрады да, Сауд Арабиясы барлығы біздің жаңағы араб бауырларымызға шабуыл жасап жатқандар деп мұнайды бермейтін қылып тастайды. Бірақ сол жерде Сауд Арабиясы тұрады, Киссинджермен кездесіп алады да, өздері бүкіл басқа араб мемлекеттер мұсылман бауырларынан тығып, оларға сатпаймыз деп келісіп алады да, мына жақтан өздері бере береді. Мына араб мемлекеттерінің бәрі арабтың бауырлары деген өтірік нәрсе не? Ол соны бір ашайықшы. Бізде ойлайды да, міне қараңыз, бүкіл араб бір деп ойлайды. Идеология деген қалай жүреді мысалға? Идеологияда бірінші жазуды кіргізеді, тілді кіргізеді, сөзді кіргізеді, адамдардың есімдерін кіргізеді. Ал енді сол кіргеннен кейін, мысалға біз Ресейде Михаил, Иван, болмаса Кирилл деп айтамыз ғой, Бұлардың бәрін түбін қазсаң, ол Михаил, Микаил, ол бәрі еврейлердің есімдері да негізінде. Кирилл де болсын, басқасын, бүкіл есімдері орыстардың, еврейлердің есімдері негізі. Орыс деген халықтың өзі жасанды кейін шыққан халық қой негізінде. Кейін пайда болған, әйтпесе ол Мәскеудің түбінде бір шағын Русия деп кішкентай ғана не болған, мемлекет болған, князьдық болған. Сөйтіп дамыған кейін. Ал енді Ресейдің Ресей болып кетуіне негізі ықпал еткен немістер. Ол бөлек тақырып дейікші, оны қойып қояйық. Ал енді жаңағы Авраам деген кісінің Тәурат бойынша айтақ, болмаса жаңағы Құран болсын, ол Библия болсын, бәрінде бір тақырып жазылады. Авраам деген кісінің Сара және Ажар деген әйелі болды. Сарадан Исраил туады, Ажардан Исмаил туады. Исмаилдің ұрпақтары Сауд Арабиясын ұстап тұрған халық. Израиль деп айтып отырғанымыз қазіргі Израиль. Ал енді бұған біз критикалық оймен бүйтіп қарайтын болсаңыз, жан-жағындағы Иордания болсын, Африкадағы елдер, жаңағы көп қой, араб болып кеткен елдер көп. Сауд Арабия, Біріккен Араб Әмірліктері дейміз, 7 әмірлік. Оман, Йемен, жаңағы Сирия, Ливия, Ливан деген елдер бар. Бұның бәрі негізінде араб емес негіз. Араб болып кеткен халықтар. Дүңған сияқты ғой, Дүңғанның негізі Қытай ғой, бірақ араб болып кеткен. Араб біз деп есептейді, әкелері араб деп есептейді. Негізі олар Қытай. Міне, бұлар ана халықтарға бірінші дін таратқан кезде, дінді апарған кезде, жай ғана дін апарат, мешіт салат, жақсы тәрбие деген бізде бар деп үйретеді, соңында апаратта жаңа есімдерін қояды, арабша сөз үйретеді, араб болуды авторитет көрсетеді, соңында арабқа айналдырған ғой. Сөйтіп, бұлар 700-800 жылдың ішінде ұлттығынан толық жойылғандар. Қазір бұл процесс Иранда болып жатыр. Иран, парсылар, бұлардың негізгі діндері Заратушра. Бұлар соған отқа табынып келді ғой мұндаға дейін. Кейіннен мысалға 1979 жылы Аятолла Хомейни Шах Пехлевиді тақтан құлатты да 79 жылы биікті алып алды. Биікті алып алды да бәрін қара жамылдырып ислам мемлекетін құрды. Мен өзім Иранда 2 рет болдым.
сонда қарап отырсаңыз сол жердегі жастары бір түрлі жабылып қалған, қиындық көреді. Өйткені оларда бәрі шариаттың айналасында болады, шығармашылық еркіндігі жоқ. Сол кезде бізде Араш деген әнші бар еді ғой, бізде хит болып жатқан. Соны сұрадым мен, Араш танисыңдар ма десек, Араш деп Араш араб парсының есімі де, бірақ танымаймыз дейді, шығармашылығын білмейді. А ол дүние жүзінде хит болып жатыр. Көрдіңіз бе? Сондай жабық мемлекет болды. Сонда қарасаңыз, өстіп есімді қазақша қоймасаң, жаңа бізге идеологиямен кіріп жатыр ғой. Мен айтпаймын, діннен кетіп қал демеймін. Мұсылман болып жүр. Бірақ сенің ата-бабаларың ұстаған мұсылмандық бар ғой, сонымен қал жарайды. Бірақ тақуалық деген не? Тақуалық деген адамның өзіне өзі жаны ашып, өзімен өзі күресу ғой, өмір бойы жаңағы. Шәкәрім де айтады, Абай да айтады. Ал енді бізде біреуді тәрбиелегісі келіп тұрады ғой. Біреуді тәрбиелегісі келіп тұрады. Көп қазақтар қазір мысалы арабша аттарын өзгертіп алды. Менімен бірге жатақханада тұрған балалар болатын. Бір күні Мархабат деген болады. Бір күні атын жазып алды, Мархабат Нұр Әл-Аркази дейді да. Ей, неге өйтіп жатсың? Юсуф деп өзгертіп алды. Сонда менің есімімді, мен осы есімді аламын енді дейді да. Маған атты дұрыс қоймаған әкем дейді. Ол өзі Байқоңырда туған бала. Сонымен ана жынды қыламыз жаңа. Сен деген радикалсың, анаусың, мынаусың деп әлгі баланы. Ініміз ғой енді бірге тұрған, бір бөлмеде тұрмыз. Ой, аға қойшы деп қойды сөйтіп. Бірақ соңына келген кезде бұл жаңа ұлтсыздандыру саясатын жүріп жатқан нәрсесі ғой. Құқ келген кезде ақша бәрі. Ақша. Неғұрлым көп адам сендірсең, неғұрлым көп адамды алып келсең, соғұрлым саған пайда келеді деп сөйтіп түсіндіріледі бұларда. Ал енді соның пайдасын көретін сол жаңағы насихатта жасап жүрген адамдарымыз соңғы точка болды. Сауд Арабиясына ғана пайдалы ғой. Сауд Арабиясын құтырып жаңағы линия деген қала салып жатыр ғой мысалға. Қанша километр жерге мысалға. Сол қандай ақшаға салынып жатыр мысалға. Мұнайдың ақшасымен сала алмайсың оны. Көрдің бе? Адамдардың сенім кез келген адамда бір сенім болады. Ол жаңағы атеистің өзінде ғылымға деген сенім бар да. Яғни сіз қажылыққа барған ақшалар сол жаққа кетіп жатыр дегіңіз келе ме? Жоқ, кетіп жатыр емес, кетіп жатыр ғой. Нақты. Жыл сайын қанша адам бару керек екені шығады, ол жыл сайын көтерілу керек, ол статистика. Төмен түспеу керек. Мысалға біздің орталық мешітті кімдер салып берді бізге? Ең алғашқы үлкен мешітіміз осы ғой. Біз қуанатын едік қой мысалы архитектурасына қарап. Шығыстық сәулетте салынған керемет ғимарат деп. Бірақ шын мәнінде оны идеология жүргізетін кісілер салады. Жаңағы сіз айтып отырған араб елдері деп отырған араб елдері емес олар негізі. Олар екінші сортта халық. Бірінші сорттағы негізгі араб Сауд Арабиясы ғана. Сауд Арабиясында да қазір сол Меккедегі, Мединедегі пайғамбардың ұрпақтары қазір Иорданияда ғой. Иә. Құрайш тайпасы мысалы. Ана жақта Сауд Арабиясының өзінде қалған жоқ қой. Былай ғой. Қуып шықты ғой былайша. Иә. Құрайш тайпасы Иорданияда болғанда, негізінде Мекке негізі Иорданияда болды ғой басында. Жаңағы тәу ететін орын Иордания. Иорданияға қарап бәрі Петростың айналасы ғой жаңағы. Сол жерде тұрды. Кейіннен жаңағы кімнің туған жерлері сол жер деп сол жаққа апарды ғой бәрін. Туған жерлер деп жер көшірді ғой, Меккеге көшті, Мединеге көшті. Бұл енді өз алдына тарих қой, бұны тарқатсаң кете береді да. Ал енді ол сіздің жаңағы Иорданияда деген нәрсеңізді қазақтар оны білмейді, оны естіген де жоқ. Ол осыны айтсаң сен жаусың оларға. Сөйтеді ғой, иә. Сен мына тақырыпты қозғаған кезде тарихтан терең алып, бүйтіп критикалық ойыңды қостың, бітті, бәлеге қаласың ғой бізде. Критикалық ойыңды, логикаңды қоссаң, оған сен мысалға сыни пікір айтсаң бәлеге қаласың, жаусың деп есептейді. Өйткені кезінде алашықтар атқан кезде не деп атты? Жапоншыл деді ғой. Жапоншыл деді. Жапоншыл тыңшы деп атты. Оған ешқандай дәлел жоқ болса да, екі адам, үш адам ақылдасады да, иә, біз куәлік етеміз дей салады, болды, бітті. Тарс тегіз атып тастайды. Міне өстіп қырды ғой. Жаңағы діни ағымдар туралы айтып қалдыңыз ғой. Иә. Түркия жақтан. Енді жаңа айтып тұрсыз ғой, мына айтылып жатқандар Америка тұр артында дедіңіз. Түркияны ұлықтайтын топтар бар. Иә, ол гүленшілер ғой негізінен. Енді бізде бір кездерде ағымдар деген кезде Ресей идеологиясын жүргізе алмай қалды ғой дінге негізінде. Сол уақытта сопылар қудалау көрді. Қудаланды ғой. Мысалға біраз Түркияға қашып кетті, тыныш жатты. Енді 22-ші, 21, 22-ден кейін ғана шықты ғой, мысалы Нұрлан имамдар. Әйтпесе сол уақытқа дейін ол ешкім білген де жоқ қой. Тып-тыныш жатты. Қанша адамдар мысалға біздің мықты Саят Ыбырайлар сотталып түрмеде жатты, мысалы 9 жыл ма қанша жыл отырып шықты ғой. Сондағысының бәрі діни подтекст қой. Бұл жерде жаңағы
ұлттық арнадағы бұлардың иә ұлттық арнаның ішінде қырғын болып мысалы екіге бөлініп сөйтіп соңында жаңағы қайсысы жеңілді солар қудаланды ғой. Ал енді жаңағы Түркиядан айтқан кезде Түркиядан бізге көптеген колледждер салды. Көп КТЛ-ді салды. Мысалы КТЛ салған кезде ол жерде рухани білім деп жаңа дінді үйретеді. Дінді үйреткен кезде сол гүленшілер ғой негізінен солардың несіне бағытын үйретеді. Бірақ олардың ар жағында Америка тұр дейді. Олардың енді кім өз қайықта қайтыс болды соңында кетіп Америка қайтыс болды ғой. Бірақ Америка тұрғанда бұлардың тұру мақсаты да негізінде дін жағынан болса да Ресейдің ықпалынан алып қалу ғой, өздеріне қарай тарту, өздеріне қарай армия жинақтау. Мысалы кезінде 2015 жылы ма бізде бір Түркияда сол жаңа гүленшілердің әскери 16-да тобы көтеріліп кетіп Ердоған төңкеріп тастай жаздап еді ғой. 2016 жылы. Сол кезде де мен Түркияда болып қалдым. Айналасы бір апыр-топыр еткен бір аптаның ішінде қырғын болды да, бір аптаның ішінде жабылып та қалды. Қанша мың адам әскери шеннен айырылды, қанша мың адам сотталды. Әлі мысалға сол жабық тақырып қой бұл енді ол Түркия үшін. Болашақта ол да ашылады. Енді бұл дін деген кезде бұл өте солқылдақ нәрсе. Мысалға бізде білесіз, ұлттық тақырыбыңды, ұлттық темаңды жаңа өзіңнің кім екеніңді іздейтін болсаң, ол ары қарай тәңірге қарай кетіп қаласың. А енді оны қозғайын десең, бұл тәңіршіміз дейтіндердің өзінде ол үлкен мынандай не ғой, ілім болған қалай айтсақ, бұл дін емес қой. Дін деп айту үшін сенің кітабың болу керек, жаңа сенің табынатын орның болу керек. Бұл ілім кәдімгі, бұл сенім, жай сенім да. А енді содан дін жасақсы келетіндер, пайғамбар болғысын келетін адамдар бар ғой шынын айтқан кезде. А олардың артында біреу тұрса, ендігі олардың сен мешітін көрер едің, ендігі олардың бір орталықтарын қаптап шығып жатқан кітаптар. Қытай тұр дейді ғой, әдейі. Қытай тұрар еді. Егер біз Қытай мәдениетін, Қытайдың байқай бастасақ па? Иә, Қытайдың бір ішінде сөздері жүрсе, Қытай тұр деп ашық насихаттамайтын шығар мүмкін. Жоқ, енді мен мысалға осы Қытайға барасың ғой, көресің, мысалы мен ішкі Қытайды да аралап көрдім, не? Жоқ, оларға бір өздерінің мәдениетін насихаттау емес, бір мемлекетті іштен шіріту, іштен бір-біріне алауыз қылу үлкен жеңіс қой. Иә, Қытайдың ол кіру саясаты бір-ақ жолмен кіреді. Қай мемлекетке кірсе де бір-ақ жолмен кіреді ол. Сауда жолымен кіреді. Ол дінмен айналыспайды олар. Дінмен айналысса ішіндегі халқы дінсіз болмас еді ғой. Халық ол дін ұстанбайды ғой негізі. Негізгі діні буддизм, былай қарасаң. Шаолин монахтары дейді, дао жолы дейді. Мен жаңағы тәңірлігінде сол дао жолы деген сияқты не ғой, үлкен бір ілім ғой, ілім. Ол жерде қалыптасқан, ғасырлар бойы қалыптасқан салт дәстүрі бар да. Содан кейін оның жаңағы біреулер Ресей тұр деп шығады мысалға. Өйткені ол жерде жаңағы Калмыкия бар, содан кейін жаңағы мынау Бурятия бар, шамандар. Ол жерде шамандар бар, бұғын мінетіндер бар, тунгустар бар деген сияқты. Сөйтіп айтады да, бірақ шын мәнінде олардың артында дымы жоқ, ешкім жоқ мысалы тәңіршілердің артында. Тек қана олар қазақтың ұлттық ұлт болып қалса екен деп қана ойлайтын топ. Олардың бұл критикалық мышлениесі бар адамдар сол болып кеткен. Исламнан кеткендер негізінде бәрі. Исламның жаңағы идеологиялық ықпалының қатты екенін түсініп, содан кеткендер. Мысалға көп адамдар кезде сөйлесетін болсаң, бір кезде намаз оқығандар. Мысалға мен ойлайтын бір кезде, мен де тәңіршімін деп ойлайтын да, бір қарасам, мен атеистпін деген ой келді. Қуып қарасаң, агностиксің да, бір құдай бар, бір жаратушы бар, бірақ өліп тіріліп ешкім келіп айтқан жоқ бізге. Шынына келгенде жаратушы бар, бірақ мен оған бір құлшылық жасап, жаңағыдай сыйынып табынып жатқан жоқ қой. Сонда қарасаң, агностиктік көзқарас. Бұл жаратушы бар екені бар, бірақ ол саған кеп мынаны былай өмір сүрмейді, саған өмір сүру салтын ата-бабаң дәстүрмен сіңіріп кеткен да, дәстүрде тұр, тіліңде тұр, мәдениетіңде тұр, қалай киіну керек екен, ұлттық киіміңе дейін бәрі жасап кеткен де. Міне осылай өмір сүретін болсаң, сенің жаңағы бір кез келген бір ағымның артында кете алмайсың. Діни идеологияның бір жаман жері оқтын қаңтар сияқты оқиғалар тудырады ғой бұлар. Жасайды. Мысалы, Суданда не болып жатыр көріп жатсыңдар, ондай нәрселер жиі қайталанады. Жаңағы Индияның өзінде
дін кіргізіп 3-4-ке бөліп жіберген ғой. Бангладештің бір бөлек болып қалған, Пакистан бөлек болып қалған, Индияның өзі 2-ке бөлінеді. Мұсылмандар мен жаңағы кришнаиттар болып бөлінеді. Көрдіңіз ба? Ол оған дендеп кіретін болсаң, ол өте ауыр тақырып та, солқылдақ тақырып. Неге енді осы байқаймын, соңғы 5 жылдықта, одан бұрынғы 10 жылдықта осы исламға жаппай кіріп, дін ұстау бір мода сияқты ма, білмеймін. Біз де енді сол инерциямен кірдік қой. Бірақ соңғы 5 жылдықта керісінше жаппай кету болып жатыр. Бұл неден? Сол кезде 90 жылдардан бастап адамдардың әртүрлі ағымға кеткені Назарбаевтың системасына тиімді болды. Бірақ ол өзінің жаңағы артыма қалдырам деген кланның өзі бір ағымда кетіп қалған, түсінген жоқ. Бір ағымда кетті өзінің бауырлары, балалары мысалға, Самат Абиш болсын, басқасы болсын, бір ағымда кеткен, түсінген жоқ олар. Кейін кетіп қалды да қаңтардағы көтерілістің соған алып келді ғой. Ал енді соны көргеннен кейін, қаңтардағы көтеріліс көргеннен кейін қаншама менің таныстарым атеист болып кетті. Неге? Біз сеніп жүрген имамдар дейді. Бір ауыз ләм деп шығып бірдеңке айтпады ғой дейді. Сонда олар имамдар Құдайдай көрді ғой. Құдайдай көрді, қатты сенді. Өйткені ұстаз деп олардың айтқан бірде-бір несін жібермей қанша адам дарынды тыңдады мысалға. Енді қазір дарындарға да тықыр таяды мысалға. Фейсбукта қаншама нәрсе көтеріліп не болып жатыр. Шынына келген кезде ұлт ретінде, мемлекет ретінде дамимыз десек, бір ұлттық бір идеология болмайды, дымда болмайды. Американың өзінде ұлттық идеология бар. Олардың баскетболдарының өзі ұлттық NBA деп айтылады, жаңағы футбол болсын, кез келген федерациясы ұлттық болып құрылады. Бізде ұлттық деген нәрсені айтса, ұлттық деген кезде ол бір... Біз болды енді осыған дейін енді бұрынғы әртүрлі ұлттар ойпырмай деп нетіп жүрдік, енді келген сияқты уақытымыз өзімізге оралып, келеді ғой, халық болғысы келеді ғой, солай болған қалайды. Мысалы, жастар қалайды, бірақ биліктегілерге ол келмейді ғой. Енді бірақ егер ол осылай жоқ, олар ауыспайтын сияқты көреді ғой, өмір өтпейтін сияқты көріп отыр ғой. Олар бүгінгі халық өзі дайын болу керек сияқты ғой. Бізге тек қана қазір өзің сияқты жігіттер, біздің артымыздан келе жатқандар, біз жаңағы темір қазығымыз қайда екенін түсінуіміз керек қой. Біздің сүйенетін ешкіміміз жоқ, Қазақстанның қазақ ұлтынан басқа ештеңеміз жоқ. Мысалы, паспортымыздың өзінде жазылып тұр ғой. Бұл азамат Қазақстан Республикасының азаматы Қазақстан қорғауында дейді. Сен қай мемлекетте жүрсең де Қазақстан қорғауындасың да. Сен жазалансаң да Қазақстан заңымен жазалауың керек та, еді экстрадициялап алып кету керек. Көрдің бе? Паспорт демекші, көрдіңіз бе сіз Фейсбукта жалпы тарала бастады Қытайдың туын өртеген азаматтар? Көрдім. Си Цзиньпиннің портретін өртеп, мына біздің неде Ұйғыр ауданында ғой. Сондай ғой деймін. Мен өзім жүрегім қатты ауырды. Қытайдан келген кісілер ғой. Енді біз азаматымызды қамап алды деп айтқым келеді. Мен Ауғанстанда, Сириядағы бір арабтар шығып алып, сөйтіп бір Американ туын өртеп, таптап жатқан кезде мен таң қалатым. Не деген мынау? Енді басқа жағынан келмесе ол жай туды бір мемлекеттің символын тапалау бұл қаншалықты дұрыс деп. Енді тура сол біздің мемлекеттен сол нәрсе қайталанып жатыр да. Ол дұрыс айтасың. Бұл жай ғана бір жек көрейік ол болмайды ғой. Жоқ, ол бір ұлттың мемлекеттің туы тұрмақ. Бір футболный клубтың туын таптауға болмайды. Сол ғой. Өйткені ол қаншама жанкүйердің сенімі жүрегін ауыртады. Сол үшін қаншама қақтығыстар болады. Қаншама футболный турнирлерде адамдар бірін-бірі өлтіріп тастаған кездер болған. Өйткені адам бір нәрсеге сенген кезде, мысалы, футболда дін сияқты нәрсе. Барселонаның фанаты Реалдың фанатын жек көреді. Неге? Өйткені екеуінің ішінде есеп бар да. Көрдің бе? Осындай нәрседе бұл қарапайым бір футболды команданың туын таптауға болмайды деп тұрған кезде, ол мемлекеттің болмайды. Оны біздің мемлекетті жаңағы Тоқаевтың жазалап тіреп, ренжіп жатыр да. Шын мәнінде ол сенің конституцияңда жазылып тұр ғой, ол қорлауға болмайтынын атрибуттар. Сенің ол көрші елің оның үстіне. Онан кейін қараңыз, жаңағы айтақ бұл жерде. Мысалға Серікжан Біләш шығады да айтады ғой, мысалы, жамандайды. Ол кісінің ойынша бәрі жаман. Мысалы, мен қазір сөйтіп айтты деген үшін мен де жаманмын. Мен де жаман боламын. Неге? Өйткені сенің критикалық мышлениең болмау керек, соның айтқанымен жүруің керек та сенде. Жоқ, мен тағы бір видео көріп қалдым. Алдыда анау мүгедек кісіні ұрды біреу барып.
Көрдіңіз ба сол видеоны? жоқ, қай жерде? Әкең ауыз су құйын деп тұрып, боқтап отырып, Талдықорғанда деп кеше жаңалықтарға шықты. Инстаграмда жүр. Жігітті мынау Серікжанды жаңады көз бетін жауып иә, бетін жауып отыр, барып сол мүгедек кісіге бұл не сұмдық сол Серікжанды неғып жамандайсың деп мүгедек адамға барып қол көтеру. ол адамның неге өз көзқарасы болмау керек? Әрине. Неге бәріміз оны жақсы көруіміз керек? Сол ғой. Егер шынымен ондай адамдар мысалы өзін Мұстафа Шоқаймен салыстырады да, Мұстафа Шоқай сияқты болу үшін сол сияқты еңбек ету керек қой адам елге. Ол сияқты газет шығарып, елде қызмет етіп, ондай нәрсе істемеген адамдар өйтіп айтуға қақысы жоқ. Мысалға мен Қазақстаннан кетіп қалып, Америкаға барып алып, болмаса Англияға барып алып, Қазақстан жамандауыма болмайды. Ол менің жақсы болсын, жаман болсын менің атамекенім. Ол менің тек қана пенделігімді көрсетеді болды. Сол арқылы ұпай жинау, сол арқылы ішкі егаңды қанағаттандыру деген не нәрсе? Мысалы, мен миыма сыймайды ондай нәрселер негізі. Жаңағы кісілерде жазықсыздан енді сотталады ертең, мысалы, сотталмай ақ қойсын. Қаншама штраф төлейді ғой, айыппұл салады оларға. Мысалға, соны енді сен басқа елде жатып алып, мысалы, мен Әбләзовтың арандатуына ыза боламын. Мысалға, айтасың ба, елде жүріп айтуың керек қой ондай нәрсені. Және сен оны заңның аясынан шығармай айтуың керек. Болмаса сен биліктің сол сатысына дейін жет, көтеріл, соның кейін барып сына. Мысалы, сөйтіп бе? Енді былай біз айтамыз ғой, айтамыз. Журналистер де айтады мысалы, журналист тілші болғаннан кейін айтады, сол жерде оның мамандығы болғаннан кейін ол өзінің ісі болғанын айтады. Жаңағы журналист қудаланса дейді, қудаланса болмаса өлтіріп кетсе дейді. Оның айтқан үшін өлтірмейді дейді, оның айтқан халыққа жеткен үшін өлтіріледі дейді. Сонда қарап отырсаңыз, ол өткізіп айта алсаң, сол жерде жүріп айтуың керек. Ресейде де мысалға анау кімдер айтты ғой, қайтыс болды ғой жақын. Навальныйлар, мысалы, оның алдында анау Немцев. Мысалы, сөйтіп айтып құрбан болып кеткен жақсы емес пе? Ана жаққа қашып тығылып алып айтып жүргенше. Айдақтап қойып мына жақта. Айдақтап қойып, өзіңді құрбандыққа шал, сол кезде сенің адамдығың білінеді шынымен. Мына жерде кейбір кісілер жазуы мүмкін, олар енді ана туысын құтқаруға барды ғой деп. Туысы, егер көп адамдар, енді Қытайдан көп адамдар барып жатыр ғой. Мен сол жақтағы бір туыстардың мен барған жоқпын, шекарадан өткен жоқпын, Нұрғанатты жібердім. Неге? Өйткені мен білем, мен Қытай туралы бір деректі фильмдер жасағам. Қытайдағы Шыңжаң лагері туралы. Мен кететінім, мен апарып қамап тастайтын мен білем. Сол үшін мен ол жаққа жақындаған жоқпын, барған жоқпын. Сол сияқты ол адамда мына жақта жүргенде жай жүрмеген адам ғой. Еще видео түсіреді. Мысалға мен кіріп баратырмын қазір деп. Ол біліп тұр, саналы түрде барып тұр. Енді сол бір адамның әдейі қасақана жасаған нәрсесі үшін бүкіл мемлекетті жаманатты қылып, мына жерде сол Қытайдан келді деген қандастардың өзіне қаншама адамдар ренжіп жатыр да. Енді Қазақстан саған азаматтығын беріп отыр, көк паспортын беріп бағалап отыр, бірақ енді соны басқаша жағынан құндылығын көруге болады ғой. Мен одан бұрын ешқандай пікір білдірмей жүрген, бірақ сол мәселеден қатты ренжідім. Айтақпен, шумен, айғаймен, бір-біріне қарсы шыққанмен, сен жамансың дегенмен, мысалы, комментте отырып қырылысқаннан ештеңе таппайсың деген. Ол жақсы нәрсе емес негізінде. Іспен ғана көрсету керек, іспен ғана дәлелдей аласың бір нәрсені, болды, басқа вариант жоқ, басқа нұсқа жоқ негізінде. Бұл жаңағындай біреудің айтқан ойына критикалық ой болмауынан ғой бізде де. Анау сөйлесе, бізде мынандай бір жаман нәрсе бар қазақта. Біреу жақсы коммент жасаса, о, мынау президент болатын адам екен дейді. Біреу жақсы шығып сөйлесе, шешен сөйлесе, нағыз президент болатын адам екен дейді. Жаңа Абайдың айтатыны жарт бергіш, көт айналғыш деген. Осы жерде келеді да. Ертең дәл сол адамның басқа бір өзінің бір діни көзқарасына, өзінің бір ұстанымдарына, өзінің рулық көзқарасына сәйкес келмей қалды ма, оны тағы жек көріп шыға келеді. Біз қазақта діни көзқарас үшін бір-біріміз жек көрмеуіміз керек. Дін ұстану керек, пікірталас болу керек. Бір-біріне қарсы ойын айтатын болса, оны ашық талқылап, өзімен өзі осылай отырып әңгімелесіп, бет жыртыспай, бірін-бірі ұрып жықпай, талдырып кетпей, аты кетпей, пышақтап кетпей әңгімелесу керек. Бірақ енді біздің қазақтың діни көзқарасқа келген кезде қатты радикалмыз да біз негізі. Радикалдық қатты ұстанамыз. Өлтіре салу керек, мынау мүшрик екен, мынау тексіз кәфір деп. Осы нәрсе не керек? Онсыз да сен азақсың ғой сенің. Неге сонша бір-бірін сол жек көріп тұрады? Жаңағы кітаптағы буквализм ғой. Кітапта жазылған ғой, кәпірлерді өлтіріңдер көрген жерде деген нәрсені тікелей жаттап алған, соны жүрегіне қабылдап алғанда, содан кейін көшеге шығады да өзінің бауырын, өзінің әке-шешесін жау көреді.
бұл буквализм да. жоқ, бірақ енді айтады адамзаттың енді қандай да біреуге зиян келтіру, абай да айтады адамзаттың бәрін сүй бауырым. Жоқ, ол жерде адамның эгосы, өзінің ішкі эгосын қанағаттандыратын нәрсесі сол болып тұр ғой. Соны Адам жаттап өлтірген. алып айту, ананы жек көру жақсы болып тұр да оған, ұнап тұр оған. Ал ол жерде дінді бейбітшілікпен, ол жерде махаббатпен тарат. ол өзіңнің қазағың ғой, өзіңнің бауырың ғой деген әңгіме жоқ. Мысалға мен шын тақуа болатын болсам, өзіммен ғана араласып алып барысуым керек. Шынына келгенде сондай да. Мысалға бір Шаолиннің барып біреуді қырып жатқан көрдің бе мысалға? Өзімен өзі отырады, өзімен өзі өмір сүреді, ешкіммен араласпай, саясатқа да кірмейді, өзімен өзі өмір сүргеннен кейін оған барып ешкімді соқтықпайды. Сол сияқты ғой ол. Иә. А бізде бүгін дінге келген кісілер ертең тағы біреуді үйреткісі келіп тұрады да. Дереу уағыздағысы келеді. Уағыздағысы келіп тұрады. Ол жаңағы әлгі уағыздарда айтылады ғой енді сауабын аласың басқа деп. Сауапты сен өзің тәрбиелеп те ала берші, құрсын тек біреудің еншісінен ұпай жинамай ақ қой. Мен сөйтіп айтқым келеді да, бірақ оны сен ол тыңдамайды ғой. Иә. Әсіресе мынандай нәрсе болады. Қазақта міне енді ғана дінге өттім деген адамдар сұмдық уағызшыл болып кетеді. Содан кейін діннен шығып кетеді ғой бір кездерде әлгі. Бір қанша жыл дінде жүріп шығады ғой. Сұмдық дінді қаралап, посттар салып, сол дінмен алысады да жатады. Бұл жаңағы ішкі стерженің қалыптаспағаннан әлі. Дінге келгеннің қалыптаспағаннан да. Ертең біраз уақыт қалыптасқаннан кейін өзінің істеп жүрген нәрсесінің дұрыс емес екенін түсінеді, ол да қояды. Мәңгі бақи алса бермейді ғой енді ол да. Мәңгі бақи өйтіп пост жаза бермейді деген сияқты. Шынымен сондай да. Осындай бір буквалистік, радикалдық көзқарастарға тез өтіп кететініміз бар енді ондай. Мойындау керек оны. Құрметті көрермендер, ендеше қажет арнасына жазылып қойыңыздар, және келесі жолы қандай қонақтармен қандай тақырыпта талқы сұхбат болса, тақырыптарын жаза кетсеңіздер тамаша болар еді. Аман сау болыңыздар. Рахмет. Алғыс.